Қайырлы күн. Адамның болмысы осылай кітабын ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біз екінші бөлімге келдік. Бірінші бөлім адамның болмысын көру немесе тану. Онда біз үш үлкен тақырыпқа бөліп, яғни адамның болмысы, жай кездегі адамның болмысы, қоғамдық өмірдегі адамның болмысы, адамдар ара қарым-қатынастағы адамның болмысын көрдік, таныдық. Бүгін екінші бөлім. Бұл да үш үлкен тараудан тұрады, ал бөлімнің аты адамның болмысынан үйрену. Яғни біз адамның болмысын тану, көру арқылы одан не үйренеміз? Адамның болмысынан үйрену, қосымша тақырып. Адамның болмысының қағидалары бойынша танымымызды және ойлау үремізді өсіру. Яғни адамның болмысы қандай, не жүйемен болады, қандай ерекшелігі бар, осыларды танып білгеннен кейін осыларға негізделе отырып, осы адам болмысының қағидасына, жүйесіне, логикасына осыған сүйене отырып біз танымымызды, ойлауымызды өсіреміз. Біз адамның болмысына қарсы іс-әрекет жасасақ, қарсы ойласақ дами алмаймыз. Осы болмысқа негізделе отырып ойлауымызды дамытатын болсақ, адамның болмысы бойынша басқаларға пайда келтіреміз, өзімізге игілік әкелеміз, дамимыз. Бүгін бірінші тақырып дәстүрлі ойлаудың шеңберін бұзып, сергек ойланпаз жан болайық. Бірінші талқылайтынымыз айтысу тартысу көңілділік әкеле ме? Өмірде сен таукес жансың ба? Мәселен, біреу саған бір ісіңе пікір ұсыныс айтса болды, сен оған қарсы дау айтып, өзіңнің дұрыстығыңды дәлелдегің келе ме? Жаңа көзқарас, жаңа іс, жаңа дүние пайда бола қалса, сен еш ойланбастан оған қарсы шығасың ба? Егер осындай сенде іс-әрекет, осындай ойлау моделі, осындай мәселені бір жақты ету әдеті болатын болса, құттықтаймын, сіз даукес ойлау моделіне жатасыз. Бұны образды түрде қызыл шырақ ойлау әдеті деп атаймыз. Қызыл шырақ ойлау моделі, ойлау әдеті қандай? Мысалы алайық, сіз бір өзіңіздің қызмет орныңызда бір жұмысты орындадыңыз, бір қанша күн жұмсадыңыз, соң қуана әлгі жұмысыңызды апарып дөкілет еттіңіз. Жауапты басшыңызға, немесе мекеменің бірінші басшысына, немесе серіктіктің. Содан кейін әлгіні көріп тұрып басшы айтты: орындауын қой, орындапсың. Алайда мынаны былай істеген болсаң, тіпті жақсы болатын еді, мынау былай болса керемет болатын еді деп айтты дейік. Мұны ести сала миыңыз қызып шыға келді. Ойбай, мен осыншалық қиналып отырып істесем, неге міне бересіз? Әлемде мінсіз дүние болмайды. Бұның өзі керемет. Өзгерте алмаймын. Бітті, аяқтады деп басшыңызбен, немесе бөлім басшыңызбен, жауапты басшымен ұрысып шыға келдіңіз. Міне бұл ешқандай адамның пікірін қабылдай алмайтын, дауласып айтысып шыға келетін қызыл шырақ ойлау моделі. Неге адамда қызыл шырақ ойлау моделі болады? Өйткені бұл біздің адам болмысымыздағы әлсіздіктен. Біз сонау ертедегі орманда жасап жүргенде, немесе ата-бабамыз мың түрлі қауіп-қатердің қоршауында болады. Егер сәл ғана өзімізге тиімсіз жағдай болатын болса, біз неге атакаға өтеміз, яғни шабуылдаймыз, оны жеңеміз, не қашамыз. Міне бұл бізге қауіпті жағдай туылса, немесе өзімізге ұнамсыз жағдай туылса болды, не шабуылдау керек, не қашу керек деген шартты рефлекс формасындағы ойлауды, немесе бейсанамызға осы нәрсені жазып тастады. Міне осыдан біздің ойлауымызда, әрекетімізде шабуылдау немесе қорғану сынды әдет қалыптастырды. Бұны психологияда әдетке айналған қорғану деп атайды. Міне осыдан барып біз көбінде біреу бізге жағымсыз нәрсе айтса болды, қарсы шыға келеміз. Өйткені өзімізді қорғағымыз келеді. Бейне орманда бір жыртқыш кезіккен сияқты біреудің бөтен пікірі бізге қауіп төндіруі мүмкін дейді. Біздің анау бейсанамыз шартты рефлекспенен шабуылға өтеді. Қарсы дау айтамыз, пікір айтамыз, қабылдамаймыз, ренжиміз. Міне ол әдетке айналған қорғану. Мұның бүгінгі күндегі себептері мынандай. Біріншісі, өздік сананың қамалынан. Әрбір адамның санасының терең қатпарында қалыптасып қалған үрей, қорқыныш, осындай дүниелер болады. Біз өзіміз байқамаймыз. Ол бала кездегі түрлі жағдайлардан, немесе өсіп жетілген ортадан, немесе көргенімізден, немесе білімімізден. Өзіміз аңғара білмейтін санамыздың терең қатпарындағы үрейлер, қорқыныштар. Мәселен, біреулер бізді мойындамай қоя ма? Біреулер бізді сүймей кете ме?
біздің өміріміз мәнсіз бола ма деген осы сияқты қорқыныш үрейлер. Міне осы қорқыныш үрейлер енді біздің бейсанамызға белгілі бір қамал қорған қалыптастырады. Ал бұл қамал қорғандар бейсанамыздағы, yani бала кезден қалыптасқан. Енді қайтеді? Жаңағы қарсы пікірді немесе жаңадан жарыққа шыққан бір дүниені біздің осы санамыздың терең түкпіріндегі үрейді тудыратын немесе сол үрейден болады дейтін салдарды қалыптастыратын дүние көруі мүмкін. Сондықтан қайтеді? Жабуылдайды, терістейді немесе қашады. Бұл бірінші себеп. Яғни біздің өздік санамыздағы қорғандардың, қамалдардың әсерінен. Екіншісі, ойлаудағы олқылық немесе ойлаудағы қараңғы қалтарыс. Әрқандай адам мына өмірді, әлемді, ақиқатты өзінің ойлау арқылы таниды. Біздің таниған ақиқатымыз, шындығымыз, мына әлеміміз бәлкім шын ақиқаттың өзі болуы екіталай. Тек біз жөнінен алғанда ақиқат болуы мүмкін. Сондықтан ол нағыз ақиқат емес. Неге біз толық тани алмаймыз? Шынайы, жан-жақтылы сол нәрсенің әсілгі мәнін тани алмаймыз. Себеп біздің ойлауымыздағы жетерсіздік, олқылық. Мәселен, кейбір адам жалпылық ойлауға шебер болады. Ішінара ойлай алмайды, даралық ойлай алмайды. Ал кейбір адам ұсақ-түйек ішінара ойлай алады. Осы ішінара ойлаудан жалпылық көте алмайды. Кейбір адам біркелкі немесе бір сызықтық немесе беткейлік ойлауда болады. Тереңдеп ойлай алмайды. Міне осындай біздің ойлауымыздағы шектемелілік, біздің ойлауымыздағы олқылық, кемшілік немесе ойлауымыз жете алмаған қараңғылықтар ең ақырында біздің танымымызға әсер етеді. Сонымен біздің танымымыз біреудің пікірін естіген кезде, жаңа ойлауымыз деп бір нәрсені ақиқат деп тұр. Ал ананың пікірі біздің ойлауымыздағы ақиқатқа кереғар. Сондықтан қабылдай алмаймыз да тойтарыс береміз. Яғни біз өзімізше ақиқатты білдік, таныдық, анау қата айтты деп ойлаймыз. Соң жәттегі өз көзқарасымызды дәріптейміз. Жоқ, сен шалағайсың, сен басың піспаған, сен әлі баласың, сен түк білмейсің, бұл деген былай деп бой бермей отырып өзіміздікін көгезу мылжыңға салып отырып, айтыс тартысқа салып отырып яқтаймыз. Себебін білдік. Егер біз осы қызылшырақ ойлау моделімен жүре беретін болсақ, қандай бізге тиімсіздік болады? Екі түрлі. Біріншісі, біз өсудің орайынан айырыламыз, яғни жетілудің орайы. Бәлкім басқаның пікірі, бәлкім жаңа бір ой, идея, жаңа зат біздің жетілуімізге, өсуімізге көмегін тигізуі мүмкін. Алайда біз даукес болғандықтан, қарсы шығатындықтан, қабылдамайтындықтан, тойтарыс беретіндіктен оны көрмейміз, білмейміз, қабылдамаймыз, соң өсудің орайынан айырыламыз. Екінші, дәуірдің артында қаламыз. Яғни ұқсас жаңа нәрсе, жаңа дүние, дәуірдің жаңа даму беталысы, ал біз оны қабылдамағандықтан дәуірмен бірге ілгерілей алмаймыз. Дәуір терістейді, соңында қаламыз. Енді қызылшырақ ойлау моделін бұзудың қандай әдісі бар, немесе осыдан алқып өтудің қандай әдісі бар? Біріншісі, көңіл күйдің аралық сәтін немесе тежегіш сәтін қалыптастыру. Әдетте қызылшырақ ойлау моделіндегі адам қарсы пікірді естіген кезде немесе жаңа нәрсені ести қалған кезде дереу шабуылға өтеді. Бейсанамыз атылып шығады, ешқандай бір ойланбастан дереу. Ой, болмайды. Неге сөйтіп айтасың? Неге мені кемсітесің? Мен деген мұндаймын деп дереу шабуылға өтіп кетеміз. Тойтарыс беруді бастап кетеміз. Ал неліктен аралық немесе бәсеңсіту сәтін талдаймыз? Ести қалған кезде бір әдет қалыптастыруымыз керек. Дереу шабуылдамай 5-10 секунд қана. Осының айтқанның жаны бар ма? Сәл тұра тұрайыншы деген. Бір қарасаңыз өте қысқа мерзім, алайда осы мерзімнің өзі жаңағы бейсаналы жауап беруді саналы жауап беруге қарай итермелейді. Сіз енді бағамдайсыз, ойланасыз, бәлкім осыдан кейін тойтарыс беруді азайтасыз, немесе біртіндеп тойтарыс бермейтін боласыз. Ойланып қабылдайтын боласыз, немесе ойланып жауап бересіз. Сондықтан аралық сәт немесе тежегіш сәт әдісін қолдан 5-10 секунд. Тіпті одан ұзағырақ болса тіпті керемет. Біреу сын айтқан кезде дереу жауап бермей, сәл тосып жауап беру деген сөз. Бұл біріншісі. Екіншісі, сезу, бақылау әдетін қалыптастыру. Яғни сен өзіңнің іс-әрекетіңді, сөйлеген кездегі сөзіңді, ойлау моделіңді бақылау әдетін, сезіну әдетін. Біреу сізге пікір айта қалса болды, дереу дүрсе қоя беруді сезіне қаласыз. Ой, мен тағы дүрсе қоя бере бастадым.
мен тағы қызылшырақ ойлау моделін өттім деп сезіне бастасаңыз, байқай бастасаңыз қайтесіз, ақырын тыйыласыз. Бәлкім алғашында дүрсе қойып айғайлап жібересіз. Біртіндеп, тағы осыған кетіп бара жатырмын ғой, тоқтайын деп тоқтатасыз. Бара ашу келе қалған кезде байқай қоясыз, мен тағы өтіп барамын. Сондықтан екіншісі өзіңізді бақылайтын, ойлау моделіңізді бақылайтын, әрекетіңізді бақылайтын және оны сезінетін осындай ойлау әдісін немесе әдетін жетілдіріңіз. Бұл екі. Үшіншісі, адам мен істі бөле қарау әдетін қалыптастырыңыз. Яғни сіз әрқандай бір іс істедіңіз, біреу осы іске пікір айтты. Олай болатын болса, ол маған емес, іске пікір айтып тұр деп ойлайтын. Өзіңіз де біреуге пікір айтқан кезде, ол жаман демей, оның осы ісі дұрыс емес деп сөйлейтін әдет қалыптастырыңыз. Көбінде біз неге ренжиміз? Біреу бір іске пікір айтса болды, маған пікір айтты деп қабылдаймыз. Мені жамандады, мені көре алмады, мені кемсітті, мені қорлады, менің білімімді жоқ деп айтты деп. Олай емес. Ол дәл осы сәтте бәлкім сізге емес, сіздің осы ісіңізге, оның толымсыздығына, кемшілігіне пікір айтқан болуы мүмкін. Сіз де бұдан кейін бір адамға пікір айтқан кезде оның жеке басына тиіспей, іс-әрекетке баға беруді үйреніңіз. Ал осылай қалыптастырсаңыз, біреудің де пікірін сөйтіп қабылдайсыз. Айғайламайсыз, ойланасыз. Менің осы әрекетімде осындай кемшілік кетіп тұрған жоқ па? Мен қандай керемет болайын, ғалым болайын, әлемге танылған адам болайын, тіпті мінсіз дейтіндей адам болайын. Бірақ дәл осы әрекетте осындай бір көлеңке, осындай бір қылғыбыр, осындай бір чаң тозаң тұрған жоқ па деп ойланатын боласыз. Сондықтан іс пенен адамды бөле қарау әрекетін, әдетін қалыптастырыңыз. Өзіңізге қараған пікірде де сондай, өзіңіз біреу пікір айтқанда да сондай. Міне осыларды жетілдіретін болсаңыз, сіз біртіндеп қызылшырақ ойлау моделінен құтыласыз. Жаңағы дауласу, біреумен қызыл кеңірдек болып айтысу, даукес болудан құтыласыз. Қайта біреудің айтқан пікірін ойланып көріп, дұрысын қабылдайсыз, бәлкім қатесіне түсіндіресіз, кері пікіріңізді айтасыз. Бұл ойлауыңызды жетілдіреді, өзіңізді жетілдіреді. Бұл біздің бүгінгі бірінші айтарымыз. Бүгінгі екінші айтарымыз: парасатты адам аңшы өмірдің шырғасына түспес болар. Көп адам өмірде мен өзім шешім қабылдадым деп ойлайды. Іс жүзінде оның шешімі дәл өзінікі емес, басқалардың жетегінде болады. Бұл аңшы өмірдің шырғасы немесе аңшы адамның шырғасы деген сөз. Бұны құс қапасы эффекті деп атайды. Құс қапасы эффекті әлемге әйгілі психологиялық ситуация, яғни психологиялық жағдай. Бұл да адамның болмысының әлсіздігінің бірі. Бұның келіп шығуын айтайық. 1907 жылы Гарвард университетінде екі дос бірдей пенсияға шығады. Бір психолог Джеймс, екіншісі Карл, ол физик. Екеуі де ғалым. Сосын бір күні екеуі бәстеседі. Әлгі физик айтады Карлға: мен саған құс бақтырамын дейді. Психолог айтады: мүмкін емес, мен құс бағуға қызықпаймын дейді. Мүлде мүмкін емес, құс бақпаймын дейді. Сосын Карл күледі де: сен берсең көр, осыны мен істете аламын дейді. Bir қанша күн өткеннен кейін Карл Джеймсқа амандаса барады, оған бір құстың қапасын ұсынады, яғни құсты салып қоятын қапас. Соны айтады: мынаны енді мен саған берген кезде сен құс бақсын деп тұрғам жоқ, сен бақпаймын дегенсің. Бар болғаны бұны бір әдемі, өте әдемі жасалғанын көріп тұрсың, бір үйдің әшекейі немесе үйдің әдемі бір бұйымы ретінде үйіңе іліп қой дейді. Бұны берсең де мен құс бақпаймын, болды, жарайды, айтқаның болсын дейді де Джеймс әлгіні үйіне қойып қояды. Осыдан кейін қонақтар келген сайын оған: мынадағы құс қайда кеткен? Немесе құсың қалай өліп қалған? Джеймс профессор, сіз құс баққанға қызығасыз ба? Құс бақады екенсіз ғой деген сияқты сұрақтар қояды. Сосын Джеймс профессор: ой, бұл мен құс бақпаймын. Мынаны әсілі Карл деген профессор маған берген пенсияға шыққан кезде сауғаға. Ол маған құс бақасын деді, бақпаймын дедім, ілік қой деді деп. Анаған айтып шаршайды, мынаған айтып шаршайды, келген адамның бәрін айтады, бірақ ешкім сенбейді. Үрділі қарайды: мынау құсты өлтіріп тастаған ау деген сияқты. Құсты баға алмай өлтіріп алғансың ау деп күмән білдіретін адам болады. Әбден шаршаған ол ең ақырында бір құс әкеліп баққан екен. Сонымен бәстен жеңіледі. Міне бұл ең атақты құс қапасы эффекті деген сөз. Көп адам дәл осымен ұқсас қайтеді,
білінбей отырып өзі істемеймін деген істі елдің емеурінімен істеп жібереді. Бұның логикасы біздің ойымыздың догмалануы, тұрақты күйде қалыптасып қалуы. Біз әдетте бір нәрсе туралы ойлаған кезде, мәселен ақиқатты, шындықты тану дейік, реалдықты тану дейік, немесе шешім қабылдау дейік. Неге сүйенеміз? Бұрынғы өткен өміріміздегі біліміміз бен тәжірибеге сүйенеміз. Сол бойынша ойланамыз. Және егер біздің ойымыз үнемі қайта бір нәрсе туралы осылай шешім шығаратын болса, бұл ой біртіндеп тұрақты формаға өтеді, догмаланады. Яғни ойлаудағы шешім шығарудың басқыштары, шешім шығарудың барысы және шешім шығарғаннан кейінгі іс-әрекетіміз бір қалыпқа өтеді. Міне бұл догмалану. Енді өте қарапайым айтайық, қарапайымдастырайық. Егер екі түрлі дүние бір уақытта бірге шығатын болса, біртіндеп біз бұл екеуі бөлінбейді, бұл екеуі бірге болу керек дегенді ойымызға тұрақты қалыптастырып қоямыз. Мысалы, жаңағы мысалдағы құс қапасы. Әдетте біз үнемі құс қапасының ішінен құс көреміз. Сондықтан жаңағы Джамс профессорға келген қонақтың барлығы: құсыңды өлтіріп алдың ба? Құсың қайда? Құс бақпайтын болғансың ба? Немесе құс бағуға қызығушы ма едің? Деп сұрайды. Өйткені олардың ойына қалыптасып қалған догма не? Құс қапасы болады екен, сөзсіз құс болады деп ойлайды. Көрдіңіз бе? Бұл ойлаудың догмалануы. Енді бұл өмірде, саудада өте көп қолданылады. Мәселен, әдетте жарнамада бір әйгілі маркалы киімді таныстырады, немесе ол адам сол киім кигеннен кейін осындай әдемі киімге сөзсіз бір әдемі қымбат бағалы сөмке болу керек дейді әйел затына. Соң әйел заты жаңағы киімді алғаннан кейін енді жаңағы сөмкені алуым керек деп ойлайды. Немесе үйленуді айтайық. Бриллиант деген нәрсені сөзсіз махаббаттың белгісі деп қазір санамызға жазып тастады. Біз барлығымыз үйлену десек болды, махаббат десек болды, бриллиант, дүзік соның кепілі сияқты. Әлгі дүзік болмаса, бриллиант болмаса, онда махаббатымыз махаббат болмай қалатын сияқты. Ішінде бұл да жаңағы догмаланған ойлау сіздің санаңызға осы істі жарнама арқылы орнықтырып тастады. Мәселен, кейде кофе туралы жарнама болады. Қандай? Адам ойланған кезде, ұйқысы келген кезде кофе ішеді дейді, бірдеме жазған кезде кофе ішеді дейді. Енді сіз біртіндеп ойланған кезде кофе ішуім керек, бірдеме жазған кезде кофе ішуім керек, ұйқы келген кезде кофе ішуім керек дегенді жазып алғансың. Шаршасаң, ұйқың келсе, бірдеме жазсаң, ойлансаң, кофе ішесің. Көрдіңіз бе? Міне бұл догмаланған ойлау, догмаланған сана. Енді бұны тағы да саудаға қолданады. Мәселен, бір табысқа жеткен адам саған бір нәрсені таныстырады. Алдымен өзінің табысқа жеткенін айтады. Мен саудадан büyттім, мына миллион таптым, менің мындай керемет үйім бар, менің мына керемет көлігім бар. Осыдан кейін ол саған мына сауданы істе дейді, немесе өзінің жаңағы сатушысы бол, өзіме серіктес бол дейді. Сіз ойланбай кіресіз. Өйткені ойыңызда ол табысқа жетті, оның мына саудасы да табысқа жеткізеді мені. Көрдіңіз бе? Сіз өзіңіз шешім қабылдаған жоқсыз, жаңағы догмаланған ойлау сізді алып келді. Мәселен, егер дара ойлайтын бала болмаса, әдетте ата-анасының немесе ата-әжесінің сөзінен аспайды. Неге? Ата-анасы дұрыс кішкене кезден бастап. Олар көпті көрген, болды олардың айтқаны жөн. Міне бұның барлығы догмаланған ойлау. Бұл жаңағы құс қапасы эффектін алып келеді. Екіншісі, көпке ілесу. Яғни біз қоғамдық өмірде жасаймыз, жеке дара жасамаймыз, сондықтан көптен тыс қарғалғанды ұнатпаймыз, немесе оған шыдамаймыз. Сонымен қайтеміз, көбінде көпке ілесеміз. Алдыдағы әңгімеде де сондай, Джамс профессор әсілі алғысы келмеген, баққысы келмеген құсты, алайда елдің бәрі сұрай бергеннен кейін елдің бәрі кінәлайтын сияқты болған, мынау өлтіріп алды ғой, мынау құсты бақпады, немесе мынау дұрыс емес деген сияқты нәрседен қорқып, ең ақырында жұрттың пікірінен қашып құс бағып кетеді. Көрдіңіз бе? Екінші бір себеп біздің құс қапасы эффектіне ұшырауымыздағы екінші себеп жұртқа ілесушіліктен, көпке ілесе беруден. Олай болса, бұндай эффекттен құтыла аламыз ба, немесе соның кемшілігін жаба аламыз ба, өзгерте аламыз ба? Немесе біз басқалардың біздің шешім қабылдауымызға ықпал жасауынан құтыла аламыз ба? Үш түрлі әдіс айтады автор. Біріншісі, жалаң ойлаудан сақтануың керек дейді. Жалаң ойлау деген не? Төте ойлау. Не көрсе, соны дұрыс деп қарау. Мысалы, бір соқыр туралы ертегі бар екен, 4 соқыр келіп пілді көрмеген екен. Біреу барып пілді сипалайды да, білдім. Піл деген нәрсе қатты ұзыншақ дүние екен дейді. Сүйсе ол пілдің
анау сыртқа шығып тұратын мүйізін, яғни тісі деп айтамыз, жаңа соны ұстаған екен. Екіншісі айтады дейді, ой, піл деген жел бұрыш сияқты нәрсе екен деп. Сөйтсе ол құлағын ұстапты, анау үлкен құлағын. Үшіншісі айтты, ой, екеуің жынды болып қалдың ба, бұл діңгек қой депті. Сөйтсе үлкен аяғын ұстаған екен. Төртіншісі, ой, мынау бір арқан ғой деп айтты дейді. Сөйтсе құйрығын ұстапты. Көп адамдар дәл осы соқырлылар сияқты не көрсе сол деп ойлайды, яғни жалаң ойлайды. Енді екінші мысалды көрейік. Осыны бұзған жалаң ойлаудан жан-жақты ойлауға өткен кезде ғана, жалаң ойлауға қамалмаған кезде ғана біз басқалардың жетегінде болмаймыз. Мерседес серіктігі жылына 300 мың еңбекақы беретін бір қызмет орнын көрсетеді. Осыған адам талдайды. Келген кезде оларға берілген сұрақ өте қарапайым екен. Қолыңдағы телефонды барып, зат қоятын жерге қоясың. Қою ақысы кімдікі ең төмен болса, сол қабылданады дейді. Қабаттан жүгіріп түседі, төменде зат қоятын, зат сақтататын жер бар екен. Әлгі жерге барса, бәрі айтады 50 юан деп. Соң жаңағылар басын көкке қайтеді, біреу барып жалынады, ойбай, біз енді мен қызметім жоқ еді, сонда мен сөйтсем, біреу айтады мен ақшам жоқ еді деп, біреу жылап еңірейді, біреу мен диханның баласымын дейді, біреу өлді зерлеп жалынады, біреу мен қазірше қоя тұрайын, артынан ақшасын берейін дейді. Бәрі сол жерде жаңағы зат қою сақтау орындағы адаммен барып пікірлесіп жатады. Сонымен әрбіреуі өзінің шешендігіне және жылай алғанына қарай 50 юаннан түрлі дәрежеде түсіреді, телефондарын сақтайды да төлеген ақшасының қағазын алып келеді. Ең соңында бір жігіт келеді, ол қабылданды дейді. Сөйтсе ол 1 юанға сақтатып кеткен екен. Ол қалай сақтатқан? Ол жаңағы зат қоятын, сақтайтын орынға барған, көрген, білген жағдайды соң шықса, бір магазин тұр екен. Магазинде 1 юандық сағыз бар екен. Сағызды алады, ауызға салып жібереді де, ойбай, ақшам ұмытып кетіппін, 1 юаным жоқ. Олай болатын болса, мен қазір барып 1 юан алып келейін, мына телефонды сен сақтай тұр. Телефон қойып кетейін, телефон 1 юаннан әлдеқайда жоғары дейді. Соны сатушы амалсыз айтады, болды, егер келмесең мен телефонды сатып жіберемін. Жарайды, онда сен бір қағаз жазып бер. 1 юанға телефонды кепілге алдым, 1 юан әкеліп берген кезде телефонды берем деген деп қағаз жаздырып алады да апарып береді. Көрдіңіз бе? Телефон. Алдыңғылар қайтты, телефонды сақтау десе болды, тек сақтайтын орынға сақтатам деп ойлады. Бұл жаңағы жалаң ойлау, бір сызықты ойлау. Ал екінші, соңғы ілінген адам қайтты, ол одан басқа да орынға сақтауға болатын болу керек деп ойлады. Магазинге барды, сатып алған затының орнына кепілге қойып кетті. Сақталды ма? Сақталды. Сонымен қызмет орнын алған екен. Міне бұл әдеттегі, егер біздің ойлауымыз өте жалаң болатын болса, қарсы жақ қандай сызық сызса, сол сызықтан шықпаймыз. Жаңағы қарсы жақтың жетегімен еріп отырамыз, өзіміз шешім қабылдамаймыз. Ал егер жан-жақтылы ойлайтын болсақ, онда біз қайтеміз, одан алқып шығып кете аламыз. Екіншісі, безе білуіміз, қиып тастап кете алуымыз керек. Көп адамдарға егер жаңағы құс қапасы ұсынылса, екі түрлі шешім қабылдайды. Бірі құс сатып алып бағады, екіншісі оны қойып қояды, үйге іліп қояды, қимайды. Ішінде бұл екеуі де айланып келген кезде бізге басартық нәрсе, өйткені біз құс баққымыз келмейді екен, қызықпайды екенбіз, онда оны іліп қоюдың да қажеті жоқ деген сөз. Күндерде бәлкім жаңағы құс қапасы эффекті бойынша ел сұрай біз құс бағып кетеміз. Уақытымыз зая, бәлкім бағалмағаннан кейін жаңа шығын боламыз, тағы басқалар. Көңіл күйіміз көтерілмейді дегендей. Қызығатын адам жөнінен алғанды басқа. Сондықтан әдетте бір нәрсені сіз істеуді, істемеуді, алуды, алмауды, осы туралы шешім қабылдаған кезде сөзсіз өзіңіз қалайсыз ба жоқ па, сізге лайықты ма жоқ па дегенді негіз етуіңіз керек. Ол тегін келді ме, ол әдемі ме деген болмау керек. Біздің халқымызда бір қате сөз бар, керек тастың ауырлығы жоқ дейді. Бәрін жинай бересіз содан кейін. Расында керек пе жоқ па, біз қажетсінеміз бе жоқ па, бәлкім ол өмірде керек дүние шығар, ол басқаларға керек, сізге керек пе жоқ па, мәселе осында. Сондықтан безе білу, тастай білу керек, бәрін жинай бермеу керек. Сонда ғана біз басқалардың бізге жаңағы дүние алдыру үшін берген дүниесіне қайтеміз, соның ермегіне кетіп қаламыз. Мәселен, қазір кейбір тегін сабақтар болады, тегін сабаққа қатынасамыз, одан кейін аз ғана ақша төле дейді, оған қатынасамыз, сөйтіп отырып ең ақырында жаңағы кейбір түкке жарамайтын дүниеге қаншама ақшамызды төгіп тастаймыз. Кейде зат сатып аламыз, бір затты тегін берген, ары қарай мынаны жақсы істетемін десең мынаны сатып аланан, алдыңғы тегін келген затты қолдану үшін білінбей отырып қаншама дүниені құртамыз. Сондықтан
безе білу керек, қия білу керек. Сізге қажет емес пе? Сізге лайық емес пе? Сіз қызықпайсыз ба? Онда тастап шығыңыз. Үшіншісі, нәпсіңізді тежей біліңіз. Көбінде біз неге жаңағы басқалардың жетегінде құс-қапас эффектіне ұрынамыз? Көбінде нәпсімізді тия алмауда. Мәселен, неліктен біз қымбат бағалы сумка сатып аламыз, қымбат көлік сатып аламыз, қымбат үй сатып аламыз, үйден үйге алмастырамыз? Өйткені басқаларда бар. Басқалар жақсы тұрмыс кешіріп жатыр, анау жақсы тұрмыстың бір нақтылы бейнесі сияқты. Сіздің жан қалауыңыз жоқ па, оған қарамайсыз, дүрмеккілесіз. Сондықтан да нәпсіңізді тыйыңыз. Не керек? Қандай өмір сүргіңіз келеді? Соны біліңіз, сол бойынша өмір сүріңіз. Бұл екінші айтарымыз. Аңшы өмірдің шырғасына түсіп қалмауыңыз керек. Үшінші айтарымыз, соңғы айтарымыз. Өмірді де, адамды да кері жағынан таны. Бұл бөлікте біз кері ойлауды түсіндіреміз. Көбінде адамдар қалыптасып қалған ойлау формасы бойынша дүниені ойлайды, ал оның кері жағынан ойласа, кейде табысқа тіпті тез жетеміз. Бір мысал айтады, бір саудагер біреуге көп қарыз ақша береді, қарыз жазған қолхатын жоғалтып алыпты. Болды, 10 мың дейді, не 100 мың дейді, оның саны маңызды емес. Сосын енді әлгі адам, қарыз алған адам кейде сөзінде тұрмайтынын біледі. Егер қолхатты жоғалтып алғанын білсе, мойындамай кетуі мүмкін. Қиналған кезде бір дос айтыпты, сен оған хат жаз, әлгі қысылып қалдым, алдыңғы жолы алған жаңағы 15 мыңды 10 мың алып отыр ғой, немесе 150 мыңды қайтар деп хат жаз деген екен. Соны айтқаны бойынша не керек екен? Өзі білесің дейді. Соны жазып жібереді. Жазып жіберсе, ана қарызша қайтарып, мен сенен 10 мың ұян ғана алғам, 15 мың емес, қатесіңе сақтаған болуың керек. Қайтаратын уақытқа әлі бір ай уақыт бар. Дәл уақытында қайтарам, алаңдама деп жауап жазған екен. Енді ана жерде қарсы жақ қайтты. Алған ақшаны да мойындады, уақытты да мойындады деген сөз. Енді қолхат қажет жоқ. Міне, сен өзің айтқансың деуіне болады. Егер ол адамға мен жоғалттым, жазып берші қайтадан десе, жазар ма еді? Жоқ. Міне бұл кері ойлау. Енді кері ойлаудың саудадағы кәсіптегі үлгісі ол Amazon серіктігін құрған, яғни интернет дүкенін құрған Безос. Қазір Amazon әлемдегі ең ірі серіктік, ал осының иесі болған Безос әлемдегі ең ірі бай. 800 мың қызметкер істейді екен. Көрдіңіз бе? Өзінің байлығы әлемде тұңғыш рет 100 миллиардқа шыққан адам ретінде есте қалды. Amazon дамып белгілі жерге келген кезде жұрттың бәрі, сол кездегі серіктіктің бәрі, мына әлемнің өзгерісіне ілесу керек, жылда өзгеріп жатыр, тез өзгеріп жатыр деген кезде, талқы болған кезде Безос айтқан екен, жоқ, өзгеріс емес. Алдағы 10 жылда өзгермейтін нәрсе не? Дәл біздің магазин сияқты зат сататын әлеуметтік желіде, яғни ғаламторда зат сататын біздің Алибаба ұқсайды ғой. Алибаба соған еліктеген, Amazon қайсы тірі қалады, қайсы дамиды дегенде өзгермейтін алдағы 10 жылда үш нәрсе не деп. Соны талқылап келген кезде олар бірі төмен баға, екіншісі тез жеткізу, үшіншісі тіпті де көп түрлі товар, яғни таңдауға болатын көп товар деген осы үшеуіне келген екен. Талқылап көріп, осы үшеуі өзгермейді. Жұрттың бәрі арзан зат алғысы келеді, екіншісі тез қолына тигізгісі келеді, үшіншісі таңдайтын мүмкіндік өте көп болғанын қалайды. Аз ғана зат болса, олар басқа дүкенге кетіп қалуы мүмкін дейді. Соң Безос тұп-тура 10 жыл бойы бүкіл ақшаны осыған жіберген. Қайткенде затты арзандатуға болады, қайткенде затты мен жер-жерге тез жеткізе аламын, қайткенде тіпті де көп түрлі затты өзімнің дүкеніме қоя аламын. Осыған жұмыс істеген. Сондықтан Amazon қазір әлемдегі ең ірі серіктікке айланды. Көрдіңіз бе? Елдің бәрі өзгеріс, даму, мен қайтып жаңалаймын, жаңа өзгеріске түсем деген кезде Безос қайтты. Не өзгермейді деп соңынан түсті. Енді бір өмірден алынған, бәлкім жалған болуы мүмкін дейді автор, бір мысал айтады. Бірде банктен, яғни банкоматтан, ATM-ден ақша шығарып алғанға барады бір жігіт. Шығарып алып болғанша 10 мың ұяны жұтып қояды банкомат қайтадан. Соң дереу банкеге телефон береді, түнде екен. Осындай болса мен ақшам жұтып қойды дегенде банк айтады, жоқ, бұл жерде біз бара қоймаймыз, ертең қызмет уақытында бірақ барамыз дейсің. Соң енді ақша істетуге асығып тұр. Таң атқанға дейін тосса қаншама уақыт жұмыстан қалғалы тұр, алыс жолға шыққалы тұр. Соң ойланып, ойына бір әдіс келеді де, енді бір жерден барып телефон соғады. Бәленбай жердегі банкоматтан жаңа 3 мың ұяны артық шықты. Мен ақша шығарып едім. Сонда соны айтайын деп тұрмын деп телефон жабады. 5 минуттың ішінде жаңағы банкомат жөндейтіндер жетіп келген екен. Неге? Бірінші себеп, 10 мың ұянды жұтып қойған банке
Ол асықпайды, өзінің шығын болып жатқан жоқ. Ал 3000 юан елге кетті деген сөз. Елге кетсе бәңке зияндалады. Сөйтіп 3000 юаннан кете беретін болса қаншама ақша кетіп қалады деп қорықты да бәңке түнделетіп жөндеуге келді. Көрдіңіз бе? Бұл тағы кері ойлау. Ақшам жұтылды дегенше ақшаны маған берді деп еді, дереу келіп жөндеді, ақшаны алды. Бұл жалған болуы мүмкін дейді автор. Алайда мына ойлау әдісі өте керек емес. Сондықтан кейде дүзу ойламай кері ойлау сені табысқа жеткізеді. Мәселен, үйді тазалайын дейсің, керексіз дүниені тастайын деп ойладың. Не керексіз дегенше кейде қалай ойлайсың? Өзің нені алып қалам, маған керегі не дегендерді таңдап алсаң, қалғанын лақтыра салуыңа болады. Бұл да кері ойлау. Сондықтан кері ойлауды өміріңіздегі, тұрмысыңыздағы бір ойлау әдетін айландырыңыз. Яғни кейде бір нәрсені жан-жақты ойлаңыз, алдымен дұрыс бір ойлап алыңыз, кері жағын ойлап алыңыз. Қайсысы сізге тиімді, сол бойынша шешім шығарасыз. Міне бұл ойланпаз болу туралы, сергек ойлы болу туралы біздің айтар үшінші әңгімеміз. Сонымен біз бірінші тараудың соңынан шықтық, яғни екінші бөлімнің бірінші тарауының төртінші тарау, жалпы дәстүрлі ойға қамалмай сергек ойлы болайық деген. Ол үшін бірінші қызылшарақ ойлау моделінен құтылуымыз керек, айтыспауымыз керек. Екінші құс қапасы эффектіне ұрынбауымыз керек, яғни біздің ойымызды, шешімімізді басқалармен меңгеріп кетпеу керек. Үшіншісі кері ойлау әдетін қалыптастыруымыз керек. Жарайды онда. Бүгінгі әңгіме осы жерге дейін жалғасын ертең тыңдайтын боласыздар. Ертең кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет.